Сәлем достар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз оптика. Сонымен ең алдымен біз оптика деген не екенін біліп алайық. Оптика сөзі жалпы грек тілінен аударғанда жарық деген мағынаны білдіреді. Яғни оптиканың анықтамасы ол жарық табиғаты жайындағы ғылым. Сонымен біз оптиканы жалпы екі үлкен тарауға бөлеміз. Ол геометриялық және толқындық оптика. Бүгінгі осы видеода біз геометриялық оптиканы қарастыратын боламыз. Геометриялық оптика дегеніміз жарық сәулелері бір текті ортада түзу сызықта тарайды. Яғни бұл дегеніміз жарық сәулелерінің қозғалыс бағытын зерттейді. Жалпы осы жарықтың сыну заңы және шағылу заңы осы геометриялық оптика қарастырады. Келесі біздің қарастыратын тақырыбымыз жарықтың шағылу заңы. Төменде көріп тұрған суретте, мысалы белгілі бір сәулені алатын болсақ, өзімізге білетін күн сәулесін алатын болсақ, күн сәулесі жазық айнаға қандай бұрышпен түссе, ол сондай бұрышпен шағылады. Сондықтан да бізде түсу бұрышы мен шағылу бұрышы тең. Мысалы 30 градустық бұрышпен түссе, ол 30 градус болып шағылады деген сөз. Келесі қарастырылатын тақырып ол жарықтың сыну заңы. Жарықтың сыну заңы дегеніміз түскен белгілі бір сәуле екінші ортаға өткенде, мысалы суға өткен кезде ол сынады. Осы жарықтың сыну заңының формуласы n тең синус альфа бөлінген синус гамма, оны біз n тең с бөлінген v деп қарастыра береміз. Бұл жерде жалпы түсу бұрышының синусы сыну бұрышының синусының қатынасына тең және ол екі орта үшін тұрақты болып табылады. Бұл жердегі n дегеніміз жалпы абсолют сыну көрсеткіші, ал с дегеніміз ол вакуумдегі жылдамдық, ол тұрақты шама болып табылады. Және де v деген ол берілген жарықтың жылдамдығына тең. Біз осы формуланы қолдана отырып есептерді шығарамыз және осы есепте шығару барысында түсініп кететін боламыз.